деп айткысы келип тур. Бул таңертең осылай дайындалган. Меники 100 тапсырыс орундадым. Ким билмейди әле эчким. Мен айткан жокмун, мен канча таптым. Мен Ассалаумағалейкум құрметті достар, Демиржан Про такси арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі бейнероликта эконом және комфорт плюс бірдей екі тарифқа эконом қарсы басып жатыр. 12 сағаттық кезекті жалғастырып жатырмыз. Екінші бөлімі. Қазір Мұратпен кездесетін боламыз деп қоямын. Қазір Мұратпен видеозвонокпен хабарласамыз. Өйткені қазір кептелістер басталып кетті, пробкалар. Кездесе алмаймыз. Сағат 17:53, 7 минутымыз бар. Мұраттың звоногын күтіп отырмын. Мұрат звондайды, хабарласады, сонымен кезегімізді бастаймыз. Сонымен эконом көп таба ма, комфорт плюс көп таба ма? Енді белгілі комфорт плюс көп табады, бірақ бағасын айырмашылығы қандай болады 12 сағатқа. Жалғастырамыз. Комфорт плюс екі тариф экономға қарсы шығып жатыр. Екеуі жабылып кетті экономға. Kia Ceed 2024 жылы. Жапча Шиго ғой 24 жылғы. Біз старичокпыз ғой 2012 жылғы Hyundai Accent. Мен Мұратты жазып жатырмын. Әлі шықпадым, қазір шығамын дейдім. Үйден әлі шықпады. Жарайды достар, күтетін болған Мұратты эфирға шыққан соң бастаймыз. Достар, міне Мұратта маған хабарласып жатыр. Телефонымызды көтерейік. Маке, ассалаумағалейкум. Маке, бүгін жұмысқа шыққысы келген жоқ деп. Демежан ертең бірсі күн сүре салса қалай болады деп қояды маған. Мен айттым, қой 12 сағат жалғастыру керек деп. Зато Маке табыс болады, бүгін ақша табасың деп, видео түсіріп тастайсың, плюс еще ақша табасың. 19 мың, қазір тағы бір 19 мың істеп істесек. Жоқ, сен қазір 21 мың жасайсың. Мен қазір 17 мың жасаймын. Қазір қалып. Так. Болма линияны қосамыз ба? Сағат 6:04 кетті, 4 минут, ничего страшного дейсің ғой. Сағат түнгі 12-ге дейін ұрамыз. 12-ге. Короче, бүгінгі числоға қандай тапсырыстар кірет, солар кірет. Сондай табыс болады. Сонысы бір кездесеміз де тез аяғын түсіріп үйге барып демалып қайтамыз дейсің ғой. Өйткені шаршаймыз деп. Қостың ба линияны? Мен де тоқта. Мен де қостым линияны. Маған геозонаға кіру керек еді. Әлет баба ұлпан. Маған да заказ түсіп жатыр. Плюс 450 Мәңгілік ел 35 Смайл центр. Бірді... Все, мен кеттім, давайте, сәттілік. Енді 6 сағаттан кейін кездесетін боламыз. Құдай қаласа, түнгі 12-де кездесіп, барлығын қорытындыны видеоға алатын боламыз. 12 сағатта кім қанша тапты? Рахмет. Давай. Жақсы. Мен өшірдім. Мен де өшірдім, бірақ регистратор жазып жатыр. Бірақ регистратор жазып жатыр. Так. Ту. 12 сағатта 12 сағат бағаны қазір жалғастырмасақ қайтадан 12 сағат жұмыс істеу керек. 12 сағатта енді 12 сағатқа шыдамаймын мен бар ғой. Сан бүгін 6 сағат тез бітіріп тастап шыдау керек дейсің ғой. Жоқ, не ғой? Бұл бәрібір бір видео болмайды ғой? Бір видео болмаса да бұны қызықтап күтеді ғой. Екінші видеода 12 сағатта қандай нәтиже болды деп. Тем более эконом ары қарай жеңіп кетсе дейсің ғой. Ойбай, не дейді? Жеңіп кетпей ма? Эконом дейсің ғой. 450 коэффициентпен түсті. Саған қаншамен түсті? 150 мен ғана түсті, жақын жер ғой. 150 мен түсті ма? Бірақ енді К плюс па или комфорт па? Или саған түскен кезде көрінбей ма? Жоқ, комфорт түсті. Астында жазып тұрады екен ғой, көптің астында,
анау Uber'мен заказ берсе білінбейді, а так білінеді. Uber'мен түсіп жатқан кезде тарифті көрмейсің да? Сразу байқа қоясың Uber'мен түсіп жатқан. И пассажирдің рейтингі болмайды дейді ғой. Сондай болмайды. Пассажирдің рейтингін көрсетпейді, сол кезде Uber'мен түсіп жатыр деген сөз. А Uber'мен бір 100 теңгеге арзан заказ. Uber'мен. Мәкеде сет жоғалды. Или менде сет жоғалды. Интернет. Астананың интернетін ай. Әше, Асфендиярова жақта екенсің ғой. Айтпақшы, Маке көшіп кетті Асфендиярова жаққа. Интернет жаман ұстап тұр. Қой, жарайды онда, Маке. Хабарласамыз. За рулем, чтобы не отвлекаться. Осылай міне достар, көрейік кім женеді. Эконом, комфорт плюс. Жоқ, женетін белгілі ғой, жоғары тариф әрине табысы жоғары болады, бірақ қаншалықты жоғары болады екен. Көре жатармыз. Достар, пробка болса да 17 минутта әкеп тастадым. Тапсырысымызды аяқтаймыз. 1300 теңге, достар, міне. 1370 теңге. Достар, екінші тапсырысымды аяқтап жатырмын. 21 минут 20 секунд жүрдік, жол аяқтаймыз. Көріп отырғаныңыздай 1720 теңге бағасы. 1050 теңгемен коэффициентпен тапсырыс түсіп жатыр. 1050 коэффициентпен Е489 дейді. Қабылдадық. 19,5 минут жүрдік. 1050 коэффициентпен түскен заказ. Бағасы көріп отырғаныңыздай 2140 теңге. Желден шығып кетіп едім. Өте қатты кіші дәлетке қысылып кеттім де, қайтадан шығайық. Бір 10 минут Мәкеге фора бердік. 10 минутқа. Заказ түсіп жатыр. 300 коэффициентпен Ақан сері 22 дейді. 600 метр подача. Керемет. Кеттік. Қайда барады екеніміз белгісіз. Заправкаға бара жатырмын. 150 шақырым болды. 105-те бітірдім. Тайбековаға дейін бір 5 километр жүрдім. Үй жаққа қарай 10 километр. 15 километрді алып тастасақ. Плюс 5 километр, 15 километрді алып тастасақ. 120, 30 шақырым жүрдім. 2 сағат болды желіде жүргеніме. 23 тапсырыс общий 19.778 теңге. Сонда мне комфорт плюс тарифта Мұрат істеп жатыр. 19.000 теңгені 6 сағатта істеген. Мен 8 сағатта істедім. Осының алдындағы видеоны көрген болсаңыздар. Сонымен қандай қорытындыға келе экономмен 2 сағат артық жұмыс істеу керек комфорттың табысын табу үшін. 2 сағат дейсің. 2 сағат. 2 сағаттың негізі бір талай адам шаршатады сонда. 6 сағатта комфорт плюс тарифінде жұмыс істеген жігіттер 6 сағатта тапқан табысын экономда 8 сағатта табуға болады екен. Сондай шешімге келдім. Достар, мен Синойл заправкасына келдім. Қайтадан фора 20 минут фора кімге? Мұратқа тариф комфорт плюсқа 4000-ға бензин құйдық. Оның алдында азанда бүгін негізі 1800-ге бензин құйғам. Километраж бойынша есептейміз ғой бензин расходын. Мына Синой заправкасына келдім. Синой заправкасынан заправляться еттім. Оның алдында Аскар жақсы деп айтты, сосын кейбіреулер айтты Казахойл жақсы деп айтты. Көп байқағаным Синойлдан құйдым, осыдан машина біраз жақсы жүреді, және де ана арттан выхлопныйдан паркингті әртен от алдырам ғой. Казахойлдан құйсам жаман түтін шығады, ал енді Синойлдан заправляться еткенде азанда енді байқайтын болам, ертең азанда қалай болған. Негізі түтін шықпайтын. Білмеймін, бензиннан ба, мотордың майын негізі осы жуға арада ауыстырғам. Сіздер қай заправкада машиналарын заправляться етесіздер, қай заправка дұрыс деп ойлайсыздар? Пікірлеріңізді міндетті түрде қалдырып кетіңіздер.
тапсырыс күтіп отырмын, желіге шықтым. Және де Сино заправкасында акция жүріп жатыр екен. Оның алдында 4000-ға қойсам 4100 қылып 20 литрға добивать етеді. Ну, Қазақойлда бонусный система, сол ақшаны қайтарып береді. Оны бонус қылып жинайсың, ал мұнда сразу бензин қылып құйып береді екен. Скидка жасап береді, получается. И тағы да мынандай 350 теңгеге мынандай сумен сникерс общий. Ораза кезінде, Рамазан айында олай сондай акция жүріп жатыр екен. Сникерспен суды 350 теңгеге алуға болады екен. Осы міне. Көрейік, Мұрат қанша тапқан екен осы уақытта. Неше тапсырыс орындаған екен. Достар, тапсырыс 50 коэффициентпен Сағдат Нұрмағаметовға барамыз. Сендро дейді, Абылайхана 24. Мына тапсырысым 20 минут орындадым. Тапсырысымды аяқтаймын. Бағасы 1600 теңге. 24 литр жақтын 4920 теңге бензин. Мен 209 есептеп берші маған. 10 литр 209 шақырым. Тоқта. 10 көбейтеміз 20-дан 09. Ойбай, көбейту қайда? 10 көбейтеміз 2-ден 09. 21 литр. 21 литр. 21 көбейтеміз. Қанша? 205. 4300. 4300. 700 теңгелік көп жанармай кетті мен. Короче, 4300. Так, қанша біз таптық? Достар. Қайда? Сенікі қайда? Не менікі? 34.900 болыпты менде. Қазір. Сен камераң күшті түсіреді екен. Мен камерама қарағанда. 27 тапсырыс 34.914 теңге тапты. Мұрат. Сонда, как раз 30 мың теңге таза жанармай шығын алып тастаса. 30 мың теңге таза. Жанармай шығын алып тастаса. 4900 теңге жанармай кетті менде. Мен баяғы сол 39 мың шықты менде, блин. Сол баяғы, достар, 39 мың теңге шықты мен. Ашылды мінеки. 29 тапсырыс, 25.11 теңге. Сонда 4300 алып тастаймыз. 21200. Сонда 9000 теңге, 8800-ге кім комфорт плюс экономнан артық табады.